мынау жаңа Қасқырбай атамыздың жатқан жері ғой осы ара. Ертеректе мына жаңағыдай не замандарда, қиыншылық замандарда осы жаққа қарай мына Жолаң әкімнің жайлауы дейді ғой мынау. Ойлы өзенінің басталатын жері ғой мына Қызылбақтың сағасы. Мынау Мәндиқос деген жер, мына Ойлы өзенінің төменгі жақ қапталы осы жерде осы кісілер өмірден өткен дейді. Жалпы бұларды атамның өсиеті бойынша біз бұны 1-2 жылдың маңында қойдық, атам ертеректе қайтыс болды. Соның айтып кеткен бір кеуделеріңде жандарың болса, осы араға бір Қасқырбай атамыз жатыр, соған бір белгі қойыңдар деп. Жалпы бұларда Қасқырбай атамнан да бөлек мына Омар деген кісі жатыр дейді. Осы ағайындарымыз, сосын Жайбасқан деген әжеміз, жаңа менің Қонғали деген атамның кіндік шешесі дейді. Жайбасқан шешеміз деп айтып отыр дейді. Енді бұл Қасқырбай атамның жаңағы баласы Толман атам ғой. Ол Толман атам жаңағы еңбектегі бірінші орган қорында жатыр. Өзімнің атам Қонғали мына қырдың жатыр, осы біз тұрып жатқан тұрағымыз бар, Қонғодық деген жер. Сол Қонғодықта жатыр. Ол кісі Толман атамның жолдасы Жәмил әжем атамның шешесі. Қонғали атам шешесі. Ол кісі сол жақта жатыр. Сол қорымда, иә? Сол қорымда жатыр. Ол қорымда тағы да бөтен Шернияз деген әулие кісі бар дейді. Негізі жалпы Қаракештердің үлкен жай Итес атамнан жаңағына қорым бар ғой. Соны ертеректе сол бұрындағы үлкендерден естіген әңгімеміз ғой, жаңа сөзін айтқан. Ертеректе ана еңбектің ақпалшылығымен мына Айдынбайдың қиықшы құмырын араластырып, жаңағы не дейді, биенің сүтіне былғап иілеп кирпіш басады да жерді қазып көміп үстіне тобылғы өртейді дейді. Тобылғы қатты ағаш қой. Қызуы қатты. Қызуы күшті. Мына оңтүстіктің несі сияқты, сексеуіл сияқты. Соны жаңағы бір жыл жауып тастап келесі жылы келгенде қызыл шоқ соламай жатады дейді. Жаңағы тобылғының шоғы ма? Тобылғының шоғы соламай жатады. Bir жыл топыраққа көміп тастағанда дейді. Сонда соны келесі жылы келіп ашып, содан бір жылға биенің сүтіне пісіріп топырақты неден жаңағы жүмішкен салған дейді ғой, Итес атамның қоры. Мана кесек қой біз ұстаған. Бұл жаңағы әулиенің кесегі деп айтады ғой, бұрындырақтағы орыстар жаңағы Шкодовский мотор әкеліп, шешті нефтік әшкеге ананың жаңағы атеистік заманда, дін жоқ деп жүрген заманда моланың тасын бұзып, мола дейді, білмеймін, мешіт дейді, ол кісі әулие мешіт болып салған дейді. Сол артынан Итес атамыздың көзінің тірісі кезінде мешіт болып салынып, кейініректен сол кісі қайтқаннан кейін соны сол мешіттің ішіне қойған жүйелеген деп айтады ғой. Негізінен. Сонда жаңағы әлгі салып қалап қойған кірпіштен нелері құлақ болады дейді. Бұзып алып салған, бұзып алып салған, монша салған дейді, ысқат салған дейді. Барлығы үшін іске аспаған, қайта құлап қала берген, содан барып оны алып тастап бөтен неден салған дейді. Сол жаңағы орыстардың істеп жүрген дейді. Атаның кейісі болып тұр ғой. Атаның кейісі болып тұр ғой. Сол енді, былтыр сол карантиннің соңында осы кісіге басын қарайды. Дұрыс қабыл болсын. Былтыр бір ағайын туғайын, содан жігіт жинап садақасын беріп жібердік. Енді өмірде өткендеріне 90 жыл, 100 жылға жақын адамдар ғой. Ашаршылық заманда жаңағы бір Құран оқылмай, бір жаназа шығармай күліп оқып жүрген адамдар ғой. Сонда әйтеуір арнайлап жаңағы мешіттен имам молдасын шақыртып, бір мал садақасын беріп, ағайын туғанға садақасын беріп, атамыздың айтып кеткен өсиетінен құтылғандай болдық. Бәрекелді. Қабыл болсын.